Assalamu алейкум тігінші ханымдар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге машинкасыз тігілетін ең оңай тюрбанның тігілу жолын көрсететін боламын. Бізге мата, қайшы, қарапайым ине жіп керек болады. Мен трикотаж матасын таңдадым. Бізге бас айналымы және маңдайдан желкеге дейінгі ұзындықтың өлшемі қажет болады. Менің жағдайымда бас айналымы 50 және де маңдайдан желкеге дейінгі өлшем 29 сантиметр болды. Бұл өлшемдер 5 жас пен 6 жасқа келеді. Ендігі кезекте 29 сантиметрді 2 есе етіп алып, осылай бүктейміз. Астыңғы жағымыз біздің сгиб болады, яғни матамыздың бүктелген жағы. Енді осылай матамызды бүктеген кезде бізде 4 қабат мата болуы керек. Мінекей 4 слой болды. Осы тұстан доғал етіп сызып аламыз да қиып алып тастаймыз. Сол кезде осындай болу керек бізде. Енді осы шетінен бастап айналдыра тігіп шығамыз. Мінекей қарапайым тігіс арқылы тігіп аламыз және екеуін беттестіріп, теріс жағын қосып тағы да тігіп шығамыз. Жоғарғы жағынан бір саусақ сиятындай тікпей қалдырып кетеміз. Осы жерге өзіңіздің қалауыңыз бойынша тастар, моншақтар тігіп әсемдесеңіз болады. Енді бізге осындай бөлшек қажет. Ұзындығы 10, ені 5-6 сантиметрлік бөлшекті аламыз. Теріс қаратып, ұзынынан тігіп аламыз. Мінекей мен тігіп алдым, оң қаратып. Енді манағы қалдырып кеткен тесікке өткізіп, оң бетімен беттестіріп тігіп аламын. Артық жерімізді қиып алып тастаймыз және осы тесігімізді теріс жақ бетінен тігіп аламыз. Мінекей біздің тюрбанымыз дайын, өте тез және оңай тігіледі. Егер видео сізге ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта бұдан да басқа пайдалы видеолармен бөлісіп отырамын.